Сәлем барлықтарыңызға, есімім Аяулым, каналыма қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осындай алма мен жүзімнен шығатын компоттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осындай жүзім, алма, лимон және қант керек болады. Ең алдымен алмаларымызды бөліктерге бөліп аламыз, чтобы банкілерімізге салу үшін ыңғайлы етіп. Мен осылай бөліктерге бөліп алдым. Өздеріңіз қалағандай, болмаса 2-ге, 4-ге бөліп алсаңыздар болады. керек емес жерлерін дәл осылай алып тастайсыздар. Мен бір алманы 3-4 бөлікке бөліп салып қойдым. Лимонды да өздеріңіз қалаған бойынша бөліп аласыздар. Мен осылай 2 бөлікке салдым. Банкілерге 2-ден болмаса 1,5-нан салсаңыздар болады. Банкыларыңызды жақсылап септеп алыңыздар. Мен мантаваркаға септедім. Жеке осындай ыдысқа суларыңызды да құйып, жақсылап қайнатып аласыздар. Дайын болған банкілеріңізге осылай жүзімдеріңізді салып аласыздар. Қатып қалған қағида жоқ. Өздеріңіз қалағандай банкілеріңізге толтырып саласыздар. Мен мұндай көп жауып жатқаным жоқ, сондықтан менде 4 банкі қана болады. Соларға мен осы заттарымды бөліп салып жатырмын. Банкілеріңізге салып, дайындап алғаннан кейін жақсылап қайнаған суларыңызды осының үстіне құйып шығасыздар. Толтырып барлық банкілеріңізге құйып, үстін крышкалармен басып 15-20 минутқа қалдырып қоясыздар. Беттерін жауып қалдырып қоясыздар. Неге бізде 15-20 минуттай уақыт өтті. Осылай уақыт өткеннен кейін осындай арнайы крышкамен аузын жауып, осы банкідегі суды қайтадан жаңағы ыдыстарыңызға құйып аласыздар. Толықтай барлығын осылайынан құйып аласыздар. Ішіндегі фруктыларыңыз сол банкінің ішінде қалады. Осылай суларыңызды құйып дайындап алғаннан кейін осылай қанттарыңызды салып шығасыздар. Әрбір 2 литрлік банкеге 200 грамм қанттарыңызды саласыздар. Және де мен осылай банкілерге де 2-3 қасықтан салып шықтым барлығына. Қанты көп болса бола береді. Ол өздеріңізге жақсы болады. Қанты көбірек болғаны. Қыста аз ғана банкі жауып, қыста көп болады зато. Үстінен жаңағы құйған суларыңызды тағы бір жақсылап қайнатып, осылай банкілеріңізге құйып, аузын арнайы жапқышпен жауып шығасыздар. Бірнеше рет қайталап, осылай жауып шығасыздар. Крышкаларын қатырып, қыста атылмайды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәл осындай болып шығады компоттарыңыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қыста дүкеннен сатып алғанша өздеріңіздің қолдарыңыздан жасап ішіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басып кетіңіздер.